Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. О, миллиондаған орыс келгенде, бұл қазақтан бір қарекет, бір қайран болған. Не интеллигент зиялысынан, не ел бастайтын аталмыш ағаларынан, Фейсбукке кіріп ап, сұңқылдағаннан басқа ештеңкені білмеді. Не тентек жігіттер, тентек жігіт дейтіндей, бұл тентек жігітте қалған жоқ. Бәрін бастан ұрып, талдырып, өлтіретін өлтіріп, қамайтынын қамап, соттайтынын соттап, бүгінгі қазақта тіпті орысқа қарап қабағын түйетінде қазақ қалған жоқ. Баяғыда айға қарап ұлитын айбарлы қазақтың бөрі мінезі жоқ болды. Бүгінгі қазақ құйрығын бұтына қысқан, иесіз, қаңғыбас, сүмелек ит мінезді болып барады. Неге? Арқа сүйер, алдыда ағасы жоқ, ақыл айтар, ақсақалы жоқ. Барлығын тентіретіп, қарынның қамынан аспайтын қара зеңгі құл жасап жібергені қашан. Енді осы қазақ қашан бір сілкініп оянады. Бұл қазақтың мұңы, қайғысы, ел жұрттың қамын айтып жүрген саусақпен санарлық азаматқа ғана керек па? Әркім жеке басының, қарақан басының қамын ойлап кетсе, онда бұл ел бола ма? Бұл жер бола ма? Тарихта бізден көп, тіпті бізден пара-пар болған қаншама халықтар жойылып кетті. Көзгенде Қазақстан қоғамы ештеңе білмегенсіп, көрмегенсіп тымпиып отыр. Былайғы қазақтың өзінің есебі түгел. Асығы алшысынан түсіп тұр. Той жасаса, кредит алса, банкі бар, астында көлігі бар, болды бітті. Сосын сол қазақ ойлайды, осы күнім жалғаса береді деп. Елін жерін жаулап алып келіп қойған 3 миллион орысты ойламайды. Ал ана жақта шырылдап жатқан қалың қазақты оны тіптен ойламайды. Қытайдың Алматыдағы консулдығы мен Астанадағы елшілігінің алдында 800 күннен бері ереуілдеп тұрған қалың қазақты оны тағы ойламайды. Осы қазақтар қиналып жүр ау. Қытайда қолды болған, қор болған туыс-туғанның қамын қайтып іздеп жүр екен. Бұлар жұмыс істемей ме, ақша таппай ма? Бұлар күніне өстіп ереуілдеп отыр. Осы қазақтарға барып бір 5 теңге бере кетейін деген қазақты көрсек, көзіміз шықсын. Себебі ол қазақтың өзі кінәлі екенміш. Балалар неге ерте келіп алмаған? Қытайға неге барады? Қытайда несі бар? Баяғыда келіп алса тыныш болмай ма? Ал онда Ресей жерін басып алып, малына жер жетпей отырған қалың қазақ тізерлеп отырып Тоқаевтан көмек сұраған ол қазақты не дейсің? Ресеймен шекаралас облыста несі бар? Көшіп Қызылорда, Шымкентке, Таразға келбесе болмай ма дейміз ба? Ертең Қазақстанға келіп, Қазақстанның ықтияр қатын алған, тіпті азаматтығын алған, Қазақстандағы орыстармен үйленіп, Қазақстанның азаматтығын алып алған. 35-40-тағы жігіті Қазақстанның 80-дегі кемпірмен үйленіп, жалған некеге тұрып, Қазақстанның азаматтығын алып алған. Сол 3 миллион орыс қазақты іштен жеп отырған ішкі жау емес па? Сол орыстарға қақпасын айқара ашып берген ұлт сатқыны Тоқаев емес па? Утилизация дейтін бәлені шығарып, қазақтың бүкіл көлігінен арам пайда жасап отырған сол Назарбаевтық, Тоқаевтық отбасылық жүйеге бұл қазақ үндей алмай отыр. Кең байтақ далада бұл қазақтың көлігі жүрерге жол таппайды, қоярға тұрақ таппайды. Аттап бассаң, айдаладағы бетпақ даланың құмында көлігіңді 5 минут тоқтатсаң, Болат Назарбаевтың компаниясына ақша төлеуге міндеттісің. Осыған қарап, мәу деген қазақ болды ма? Жоқ. Бүгінгі қазақтың жауы екі жақтан қатар келіп тұр. Орыс өзінің 3 миллион жансызын, 3 миллион тыңшысын қазақтың қойны қонышына таратып жіберді. Қазақтың ұлан ғайыр даласына
Путин шашып жіберген 3 миллион орыс келіп қоныстанды. Бұл қазақ хандығы кезінде орыстың мұжықтары қазақ даласын жаулап алғаны сияқты әңгіме. Басқасын басқа Мұхтар Әуезовтің Абай мен Абай жолын оқиық. Сонда орыстың мұжықтары қазақтың жайлауын қалай жаулап алғанын ұлы суреткер там-тұмдап болса да шетін шығарып жазады. Сол ата-бабадан қалған қайран жерді орыстың патшасы мәжбүрлеп жер аударған мұжықтар келіп жаулап алды. Сол заман қазір қайта келіп тұр. Енді бұл қазақ не істейді? Оңтүстіктің қазағы, шығыстың қазағы, орыс бізден алыс деп жатқанда, солтүстіктен Оралдың әуежайынан алып, енді сол жердегі жергілікті қазақтың жайлауларына дейін басып алып жатыр орыстар. Оның бәрін заңдастырып, құжаттастырып, сатып отырған Назарбаев Тоқаевтық мына жүйе. Ал Қытай мына жақтан ол ентелеп келеді. Қытаймен екі ортаға визасыз режим орнатып, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі айдаспаннан шығарып отыр. Біз қазір батыстың саясаткерлеріне дабыл қағып жатырмыз. Мынау Қытайдың қазаққа жасап отырған үлкен сұмдығына сендер үнсіз қарап отырмаңдаршы. Мынаны тоқтататын бәле болса, тоқтатыңдар деп дабыл қағып жатырмыз. Неге? Визасыз режим орнаса, онда миллион Қытай кіреді. Миллион Қытай кіреді. Миллион Қытай кірген соң, байсыраған қалың орыстың қатыны Қытайға қатын болады. Ұлттық нанымынан, танымынан айырылып қалған қалың қазақтың қыз келіншегі Қытайдың қызыл иуанына қызығып, ұлттың арын намысын сатып, жамбағыстың қамышын қайыршы болып, байысыз сорлап отырғанша, аю болса да байым ғой деп айтқандай, Қытайға қатын болуға бейілді болады. Қазақтың қызының жатырынан Қытайдың ұлы қызы өрбейді. Сосын ол автоматты қазақтың азаматы болады. Қазақстан дейтін жерде Қытайдың диаспорасы қалыптасады. Қазақстан деген жерде Қытайдың диаспорасы қалыптасқан соң, араға 30-40 жыл өтпей, ол диаспора Қазақстанда билікке келеді. Оның дәлелі қазіргі Қазақстанның өзінде Қытайдың басыбайлы иттері билікке таласып жатыр. Мысалын айтайық. Дүкен Мәсімхан деген Қытайдың басыбайлы таңбалы құлы, Қытайдың шынжырлы иті депутаттыққа сайлауға түскен болатын. Ұлт сатқыны депутат болмақ деп Түркиядағы кезімізде арнайы лекция сөйледік. ютубке кіріп ұлт сатқыны депутат болмақ деп жазсаңыз, Қытайдың шынжырлы итінің қазақ билігіне қалай қол созбақ болғанын біз тарихи дәлелдермен әшкерлеп тастадық.